Шұғыл мәлімдеме тарады. Көріңіздер, сақ болыңыздар. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз кезде арнамызға жазылып лайк басып ұнатпаңыз. Сақ болыңыздар. Гүлзира Айдарбекова алаяқтарға тап болғанын айтты. Белгілі продюсер Гүлзира Айдарбекова алаяқтарға тап болу оқырманын сақтандырды. Медиа үздіксіз соғылған қоңырауға жауап бермей отырғанын айтты. Жаңа ғана алаяқтық куәгері болып отырмын. Біреу хабарласып тапсырыс берген затымның келіп тұрғанын айтты. Шынымен де Астанадан зат күтіп отыр едім. Мына мекен-жайдан алып кете аласыз деді. Көлікпен жібереміз деп еді. Пошта арқылы салған-ау деп ойлап үлгердім. Тіпті үйімнің мекен-жайында біліп тұр. Дүкенге апаруды өтіндім. Сізге код келеді, соны айтыңыз деді. Бір кезде көзім түсіп кетті. Кредит деп жазылып тұр екен. Бірден алаяқ екенін білдім. Енді міне қоймай хабарласып жатыр. Bir қызыға тұтқаны көтерсең бірден камерасы қосылып түріңді суретке түсіріп алады. Сосын даусыңды жазып алады екен. Сіздер де сақ болыңыздар деді продюсер. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауда жалғастырыңыз.